Ары қаратай өзім бөлмемді көрсетейік. Қазір енді мен сіздерге өзім кішігірім гардеробымнан көрсетейін. Көбісі ойлайтын шығар, сәнгердің гардеробы үлкен болу керек, түр-түрі болу керек. Енді мен өзім сәнгер болғандықтан да, бірақ өзім дүкендерді аралағанды онша ұната бермеймін. Енді шет мемлекетке барғанда дүкенді аралаймыз, себебі бізге мата керек, фурнитура керек, сондықтан да. Ал мен айтады ғой, етікші, етіксіз демекші, сол сияқты мен енді көбінесе өзім киімнің жартысы сол өзім сән үйімде болады, немесе жартысы Алматыда. Сол көбісі айтады ғой маған: сіз осы Алматыдан бүкіл затты алмағаныңыз әлде көшіп келеді аусыз дегендей де сұрақтар болып жатыр.